Апай, Саламатсыз. өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Жұбанова Азиза Жұмаханқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Осы Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектепте 20 жылдан бері жұмыс істеймін. Рахмет. Апай, мектеп тарихы жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Біздің Шамалған бекетінде, енді қазіргі таңда Жібек жолы ауылы Шамалған бекетінде бұрын бізде бір-ақ мектеп болған, Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп. Содан 2003 жылы оқушы Жібек жолы ауылында, ол кезде Шамалған бекетінде балалардың көптеп болуына байланысты жаңа мектеп ашылу жоспарланып, осы 2003 жылы 4 қазан күні мектеп бізге берілді. Ол кездегі мектептің атауы Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебі болған. Енді міне Алланың қалауымен біраз жылдан кейін Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектебі болып өзгертілді. Рахмет. Ол кездегі біздің көшбасшымыз кім болды? Біздің ең басты осы сол кездегі Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебінің директоры болып, информатика пәнінің мұғалімі Рахмашов Болатбек Абдинәлиұлы болды. Ол кісі мектепті 3 жыл басқарып, тәжірибелі жас маман болды. Мектептің материалдық жағдайына өте көп көмегін көрсеткен адам. Рахмет. Ол кезде сіз қандай бірлестікте немесе қандай межеде жұмыс жасадыңыз? Сол жылдар 2003 жыл мен 2006 жылдары мен осы Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебінде оқу ісінің меңгерушісі, сол кезде директор оқу ісінде орынбасары қызметін атқардым, және оған қоса өзім қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болдым. Сіздің бірлестігіңізде қанша ұстаз жұмыс атқарды? Ол кездегі қазақ тілі әдебиеті әдістемелік бірлестігінде мұғалімдер көп емес еді, 7-8 шақшар, нақты дәл айта алмаймын, сол шамада болатын. Ал қазіргі таңда енді мектепте балалардың да көптеп баяуына байланысты, сыныптардың көп ашылуына байланысты бірлестігімізде көп, қазір 14-17 адамдай жұмыс істейміз.